important. Қала Nous четверг aurons notre сағат күндізгі bulletin 1 cyclonique. қалада ешкім жоқ. L'évolution du cyclone Eleonore dans quelques instants. Restez branchés Radio One. Entre-temps, je vous rappelle les numéros essentiels, donc les numéros Что-то странно. concernant le ministère de la Santé, mais aussi le SAMU, donc c'est le 114 si vous êtes en situation difficile, en ce qu'il s'agit de votre santé. Vous pouvez appeler le 114, il y a les blindés. Neydi? Mars 5 350. Витова, Рафаэлла, Киндер. Қалада мүлдем адам жоқ, барлық жер жабық. Тек бір жасайтын не тауып алдық, ойда жоқта. Grocery, магазин. Ата қалған магазиндердің барлығы жабық. Маракуя, джус, банана, чипс. Локал нәрселер, типа. Қара көрейік. Видеоға телевизорда қосамыз. Жергілікті телеканалда мынандай не бар екен? Трафик. Лайв трафик view дейтін. Қала деген пустой. Көшеде жүрген адам жоқ. Қаланың ортасында бір жүрген машиналар барады қазір. Вот Луи. Онда да жоқ екен. Банана чипсы бар. Банана чипс. Банан кәдімгідей. Да, то банан дәм шықпайды. Ну, пойдет. Так, маракуйя соғын көрейік. Маракуйя соғы. Дәрін шамалы кесіліс бар. Қышқылдау. Самоса. Осындай полуфабрикат болып сатады. Үстінде пюре тауықпен аралас. Мына не еді? Крокет. Домалақ шар. Ішінде несі бар, сыры бар. Бүгін күн тамаша, таңертең ерте тұрып рейсімізге барып жатырмыз. Осымен Маврикий деген саяхатымыз өз соңына таяды. Кеше циклон деген бұл жақта өте апасын тема екен. Кеше үйдің хозяйына жазып барлық продуктылар жабық болды, тек біреу ғана ашық болды, оны өзіміз ғана тауып алдық. Оның алдында жазғанбыз ғой, қай жерде бар, ашықтар бола ма, даже бензин колонкалердің өздері жабық. Сөйтіп сұрасақ, айтады жоқ, барлық жер жабық, даже адамдарға сыртқа шығуға рұқсат жоқ деп. Типа 3-ші категориялы циклон деп. Сол үшін кеше көптеген рейстердің барлығы, көптеген емес, барлығы рейстер атмен ауылған, қалада дым движение жоқ. Біз шамалы ішіміз сыртқа шығып едік. Ешкім таба алмадық, короче, айналып обратно айтан келдік қой. Аэропортта деген орыс ағайындар толып жүр ғой. 10:40-та Аэрофлот Москваға прямой рейс бар екен. Потом Сант-Денис Реюнион дейтін Францияның отары болған, Францияның меншігіндегі арал, осы
Маврикийге жақын орналасқан. Маврикий мен Мадагаскардың ортасында. Потом Дубайға ұшады екен, Fly Emirates бар екен, прямой Air Mauritius, Йоханнесбургқа ұшады, оңтүстік Америка, оңтүстік Африка еліне. Потом Air France бар екен, Вистара біз ұшып келген, My Austrian дейді, Австрияға ұшады, Венаға. Парижге ұшатын прямой бар екен, Air France. Женеваға ұшатын бар екен, прямой. Мумбайға прямой. Біраз мемлекеттері бар екен. Бизи екен ғой қазір аэропорттар. Короче, мен түр жаман искать етейін деп тұрмын. Менде негізі Маврикийдан Стамбул арқылы Занзибарға бару керек еді негізі. Ал менде Танзанияның визасы әлі шыққан жоқ. Енді қазір Turkish Airline егер тексеретін болса, типа destination'ның несі қайда деп, визасы. Онда жібермей қалу ықтималдылығы бар. Танзанияда бір апта болып, мен дальше Кения арқылы Дубайға ұшу керек едім ғой негізі. Кенияда бір күн болам, бір сутка. Примерно 18 сағаттай. Жоқ, ойнап айтамын, 13 сағаттай. Көреміз қазір, қалай болады. Неде тұрмыз, барғанбыз. Вышүртте. Регистрацияға. Как я ожидалось, маған посадочный бермеді регистрация, себебі менде не жоқ. Виза жоқ Танзанияға. Енді қызық ойнап жатыр. Көрейік, что-то как. На ровном месте. Мумбайға билет алдым. $308 через Найроби, короче. Талғаттардың билет. Талғат әйел екеуіне. Сол самолетке билет алғанмын. Өзіме де алдым. Негізі ертең Сейшелға ұшып кетуге болады еді, по идее. Сейшелдан дальше, больше, короче, қымбатқа түсіп кетейін деп тұр ғой. Finally. Короче, Мумбайға ұшып бара жатырмын. И Мумбайдан дальше билет керек екен ғой. Мен ұмытып кеткен ғой, короче. Ұмытып қалғанда мен білген жоқпын, что сұрайтын. Ну, точнее, обычно сұрайды. И сөйтем да, короче, Мумбайдан билет қараймын. И Мумбайға түскеннен кейін 5 сағаттан кейін Сингапурға ұшатын бар екен. Соған ала салдым. Дальше көреміз, Сингапур қалай болатын. Қызық ойнап тұр бұл. Бір визаны шықпай қалғаннан кесірінен біраз трip атымен ауып қалды, короче.